Сәлеметсіздер ме? Менің атым Ракишева Дария. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші Б сынып оқушысымын. Қазір мен сіздерге «Ана туралы баллада» атты әнін орындаймын. Осы әннің жазған бұл Аманжол Шәмкенов және сөзін жазған Жақсыкелді Сейілов. Ең бірінші «Ана туралы баллада» әнін орындаған бұл 16 жасында Роза Рымбаева. Ол алғаш рет өзінің байқауында осы әнді айтып, өзінің керемет дауысын көрсетті. Қазіргі кезде біз осы «Ана туралы баллада» әнін Маржан Арапбаева репертуарында ести аламыз. Әлі есімде, біледі жұрт, біледі, ел басына қатер төнген жау еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарсы айрылған аналардың жүрегі. Аналар, осындайсың бәрінде, осындайсың жасындағы кәрінде. Сыйынатын бос өмірде құдірет, сыйынар ем ана деген Тәңірге. Сыйынатын бос өмірде құдірет, сыйынар ем ана деген Тәңірге. Соғыс жұлып кеттінің тірегін, соғыс бұзды қуанышын әренін. Тұрды ана күйеуінен айрылып, тұрды құшып тек қана оның күрегін. Аналар, осындайсың бәрінде, осындайсың жасындағы кәрінде. Сыйынатын бос өмірде құдірет, сыйынар ем ана деген Тәңірге. Сыйынатын бос өмірде құдірет, сыйынар ем ана деген Тәңірге.